Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін өте биік бисквиттің рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен шұңғыл ыдысымызға 4 жұмыртқамызды жарып, оның үстіне шым-шым тұз қосып, қантымызды салып, жақсылап тұрып миксерлейміз. Бисквитіңізді ең максималды жылдамдыққа қойыңыз. Байқап тұрсаңыз, біздің массамыз ағарып және де көлемі ұлғайды. Менде осы массаны соғуға 7-8 минут уақытым кетті. Достар, байқап тұрсаңыз, осы массаны соғу барысында мына бетінде іздер қалып қойып жатыр. Сол уақытта біздің массамыз дұрыс соғылды деп есептеуге болады, және де ары қарай келесі процесімізге көшеміз. Ол үшін ұнымызға разрыхлителімізді қосып жақсылап араластырып аламыз да, силикон таяқшасының көмегі арқылы ұнды массамызға сала отыра араластырамыз. Онымен араластыру барысында осылай төменнен жоғарыға қарай араластырамыз. Массамызды басып алмау керек, яғни жайлап осылай таяқшамен жоғарыдан төменге қарай осылай араластырамыз. Ендігі кезекте, достар, сұйық майымызды массаның үстіне құямыз. Одан кейін қатты қайнаған ыстық суды құйып, жақсылап массамызды араластырып аламыз. Міне біздің бисквитіміздің қамыры дайын. Енді осыны 160-170 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. 30-35 минут. Мен мынандай форманы қолдандым және астына фольганы төсеп, осылай пісіріп аламын. Достар, бисквитке қолданған жұмыртқаңыз міндетті түрде жылы бөлме температурасында болса, ол өте жақсы соғылады. Достар, мен бисквитімді 170 градуста 35 минут пісіріп алдым. Достар, егер сізде биік бисквит шықсын десеңіз, бисквит пісіру барысында бірнеше ережелерді ұстану керек. Мен оны описание бөлімінде жазып кетемін. Менде өте керемет пышный бисквит шықты, көтерілген. Байқап тұрсаңыз, кішкене беті қызарып кетті. Мен 170 градуста пісірдім. Ал сіз 160 градусқа қоюыңызға болады пешіңіздің температурасын.
Достар, енді бисквитімізді өлшейік. Менде мына жерде 20 сантиметрлік сызғыш. Байқап тұрсаңыз, менде бисквиттің диаметрі 19 сантиметр болды. Ал енді биіктігін өлшейтін болсақ, 7,5 сантиметр. Достар, егер де мен рецептім ұнаса, мені комментарий, лайк арқылы бағалап кетуіңізді сұраймын. Және де сіз өзіңіз бисквит пісіргенде қандай рецепт бойынша пісіресіз, оны да комментарийда жазып кетіңіз. Өзіңіздің рецептіңізбен бөлісіп кетіңіз. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар, ас болсын.